Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пеште піскен тауық еті мен картоптың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі тауықтың 2 немесе 3 сан аяғы. Оны бөліктерге бөліп аламыз, ыңғайлы етіп. Дәл осылай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Және артық заттарын алып тастауға болады. Мен осылай керек емес жерлерін кесіп алып тастаймын. Міне, дәл осындай бөліктер болу қажет. Осылайша турап аласыздар. Міне, дайын. Осылайша бөліктерге бөліп, енді барлығын жуып тазалап аламыз да, қағаз шашықтарға жайып, оны жақсылап кептіру керек. Осылайша сүртіп, суының барлығын кептіру қажет. Себебі маринаттағанда жақсы сіңімді болады. Ал енді үстінен жарты шай қасық тұз және дәміне қарай бұрыш және 3 ас қасық майонез, 3 ас қасық ащы тұздықты қосып, және оның үстінен 2 бас сарымсақты үккіштен өткізіп, осылай немесе езгімен езіп алсаңыздар да болады. Міне, осылай барлығын қосып алғаннан соң, енді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араларына сіңімді етіп, араластыру қажет. Ал енді бетін жауып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Ал енді қажетті картоптарды жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен шамамен жарты килограмдай картопты пайдаландым. Міне, дәл осылай ұзынша етіп видеодағындай турап аласыздар. Дәл осылай етіп картоптың барлығында турап аласыздар. Міне, дәл осылай барлығын турап алдық. Ал енді картопты да маринаттап алуымыз қажет. Ол үшін үстінен жарты шай қасық тұз, дәміне қарай қара бұрыш және 2 ас қасық майонез қостым. Сіздер ащы тұздықтан да 1 ас қасық қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап барлығын араластырып аламыз да, формамызды майлап, орналастыра бастаймыз. Міне, дәл осылай тауық етін және арасына картоптарды салып, орналастырамыз. Міне, барлығын да дайындап алдық. Ал енді 200 градуста қызып тұрған пешімізге салып, шамамен 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне, уақытымызда аяқталып, осылайша тағамымыз дайын болып қалды. Міне, қыздар, өте керемет, иісі деген өте тамаша, қызарып, әдемі болып, хош иісті болып пісіп қалды. Ал енді осылай тәрелкемізге жақсылап орналастырамыз да, әдемі етіп, сәндеп, қалауларыңызша әрлеп, осылайша үстінен картопты салып, міне, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, қыздар. Сіздер де дәл осы рецепті бойынша жасап көріңіздер. Осы видео ұнаған болса, төменге пікір жазып, мені қолдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.